Келесі 876 есебіміз жазыңқы бұрыш 1/5 бөлікке бөлінген. Әр бұрыш қанша градусты береді? Олардың біреуін салыңдар дейді. Жазыңқы бұрыш ол бізде 180 градусқа тең. Енді бөлейік соны 5 бөлікке. Нәтижесі тең болады 36 градустан. Яғни әрбір бөлігі 36 градустан тең. Енді сіздер транспортир арқылы саласыздар, мен примерно жобалап саламын. Яғни мына жерде 36 градус деп жазайын, бір бөлігін сызып көремін. Келесі 877 есебіміз сағат тура 1 сағат, 2 сағат, 5 сағатты көрсеткенде, оның минуттық және сағаттық тілдер арасындағы бұрыш неге тең болады дейді. Яғни сағат салайық. Мына бізден қандай да бір сағатымыз болсын. Одан өрнектейік, 12 болсын, 3 болсын, 6 болсын, 9 болсын. Енді бұл жерде жалпы 12 сағатқа бөлінген. Ал бұл 360 градусқа тең. Яғни 360 градусты бөлейік 12-ке, себебі 12 сағатқа бөлінген. Ол әрбір сағаттың арасы сонда 30 градусқа тең. Яғни 12 мен 1-дің арасы 30 градусқа тең болып тұр. Сонда 1 сағатты көрсеткенде ол 30 градус болады екен. Келесі 2 сағатты көрсеткен кезде, яғни 2-ге келген кезде, ол же 30-30-дан 60 градусты көрсетеді екен. Келесі 5 сағатты көрсеткен кезде, 5 сағат деп отқанымыз мына жақ қой. Яғни 5 бөлік болады. Сонда 5-ті 30-ға көбейтсек 150 градусқа тең болады екен. Келесі 878 есебіміз АО-сы 111 градусқа тең. Яғни бұрыш сызайық, 111 градусқа тең АО-сы бұрышы. Енді бұрышқа ОВ сәулесі жүргізілген. ОВ қандай да бір сәуле жүргізілген. Егер ВОС, мына жеріміз 36 градусқа тең болатын болса, бұрыш АОВ қанша градусқа тең деп сұрап тұр. Бастапқыда АОСымыз ол тең болды бізде 111 градусқа. Енді бұрыш АОС дегеніміз бұрыш АОВ мен бұрыш ВОС-ның қосындысы. Енді бар мәліметті апарып қойық. АОС деп отқанымыз 111 градус тең АОВ дегеніміз белгісіз. Ал ВОС дегеніміз 36 градусқа тең. Енді осы жерден АОВ дегеніміз 111 градустан азайтамыз 36 градусты. Сонда бұрыш АОВ дегеніміз 75 градусқа тең болады екен. Келесі 880 есепті орындайық. Суретте геометриялық фигура. Бұл тек 6 бұрыш емес, сонымен қатар көп бұрыш тұйықталған сынық сызық болады. Бізде екінші нұсқасы дұрыс болады. Одан кейін геометриялық фигура бұл тек 3 бұрыш емес, сонымен қатар көп бұрыш тұйықталған сынық сызық болады. Бұл да екінші нұсқасын дұрыс болады екен. Келесі 881 есебіміз тік 4 бұрыш және шаршының бұрыштары мен қабырғаларының қандай қасиеттері бар дейді. Бірінші тік 4 бұрышсыз көрейік. Оны А, В, С, Д деп белгілейік. Бізде А, В және С, Д қабырғасы бір-біріне тең болады. Дәл солай В, С және А, Д қабырғасы бір-біріне тең болады. Және бұрыштар, бұрыш А тең болады бұрыш Б-ға, тең болады бұрыш С-ға және бұрыш Д-ға. Яғни бұлар 90 градусқа тең екен. Бұрыштары. Енді шаршысы
шашының қабырғалары бір-біріне тең, иә. Оны А1, В1, С1, Д1 деп өрнектейік. Енді А1, В1 және В1, С1 және С1, Д1 дәл солай А1, Д1 қабырғалары бір-біріне тең екен. Және бұрыштар, бұрыш А1, бұрыш В1, бұрыш С1 және бұрыш Д1 олар да тең болады. Ол бізде 90 градусқа тең екен.